Алма және қара өрік қосылған салангани рецепті. Әзірлеу үшін бізге қажет: салангани қаптамасы, 18 дана өнім, 500 грамм тауық төс етінің фаршы, 100 грамм қара өрік, 2 дана жасыл алма, 2 жұмыртқа, 120 мл өсімдік майы, 3 пияз, 2 дана сарымсақ, 100 грамм грек жаңғағы, тұз бен бұрыш дәміне қарай. Салманы әзірлеу үшін біз фаршқа ұсақ туралған пиязды, ұсақтап кесілген қара өрікті, езілген жаңғақты, жұмыртқаны қосып, май құямыз. Тұз бен бұрыш себеміз. Сонан соң бәрін мұқият араластырамыз. Фарштау алдында макарон орамдарын бір-бірінен жай ғана ажыратып, өнімді тығыз фарштауды жалғастырамыз. Нәтижесінде тығыз толтырылған салма өнімнің биіктігін ұлғайтып, ұстап тұрады. Биік тава ыдыста өсімдік майына сарымсақты жақсылап қуырып, үстіне жіңішкелеп туралған пиязды, бірнеше кесек алманы қосып, 2-3 минут қуырамыз. Енді дайын қуырмаға тігінен және бір-біріне тығыздап саланганиді орналастырамыз. Жоғарғы деңгейіне дейін қайнаған су құямыз. Тұз себеміз. Қайнаған сәттен бастап 15 минут бәсең отта қақпағын жауып әзірлейміз. Саланганиді абайлап, түбінен демей отырып ыдысқа салыңыз. Тағамды ыстық күйінде қара өрікпен әрлеп ұсыныңыз. Ас дәмді болсын.